Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын ассорти компотын дайындаймыз. Бұл компотқа әртүрлі жеміс-жидектер салынады, сондықтан өте дәмді болып шығады. Алдымен банкілерімізді осылай мантываркаға булап алдым. Егер мантываркаға буласаңыз 10 минут, чайникке буласаңыз 5 минут жетеді. Және қақпақтарымызды 5 минут қайнатып, стерилизация жасап аламыз. Компотқа жемістердің қаттылау, езілмеген жақсы түрлерін таңдап аламыз. Менде мұнда өрік, және сары алма, және қара алша, апельсин қостым. Осылар жақлап жуып, тазартып аламыз. Одан кейін банкілерімізге бөліп салатын боламыз. Банкілерім дайын тұр уже. Мен 2 литрлік банкілердің 5 банкі алдым. Осылардың ішіне қазір теңдей етіп осы жемістерді салып аламыз. Осы 2 литрлік 5 банкеге менде бар жоғы 2 келі слива, 1 келі алма және 1,5 келі өрік жемістер кетті. Және 1 үлкен апельсинді домалақтап жұқа етіп турадым. Және де алмалар менде сәл майдала болғандықтан мен турамай бүтіндей салдым. Егер сіздердің алмаларыңыз ірі үлкен болса, онда оны бөліп салу керек. Өріктерді де арасын ашпай бүтін күйінде салдым. Осылай толық орналастырып алған соң үстіне апельсиндерді қойып шығамын. Білсеңіздер, әр өңірде компотты әртүрлі дайындайды. Егер де сіздің компот дайындау әдісіңіз басқаша болса, онымен комментарийді бөлісіп жазып кетсеңіздер болады. Каналыма қолдау ретінде тіркеліп, астына комментарий бөліміне өз пікіріңізді қалдырып, видеоға лайк басып кетіңіз. Одан кейін суымызды осылай үлкен кастрюльге мен қайнатып алдым. Бір жақсылап сақырлап қайнаған соң, әр банкымыздың үстіне осылай құйып шығамыз. Одан кейін 15 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Банкілеріміз осылай 15 минут тұрғаннан соң, қайтадан жаңағы кастрюлімізге арнайы осылай сүзгіші бар қақпақты кигізіп, барлық суымызды құйып шығамыз. Мен қазір осы 2 литрлік 5 банкеге 1 келі құмшекер саламын. Өйткені әр банкеге 100 грамнан есептегенде 5 банкым 2 литрліктен 200 грамнан, яғни 1 келі кетеді. Мен сол 1 келі қантқа тағы да 100 грамм артық қосамын. Тәттілі болғаны ұнайды. Қыста тым тәтті болып жатса, кішкене су қосып жібереміз. Осылай қантымызды үстіне салып, газға бір жақсылап сақырлап қайнатып аламыз. Қайнатып алған соң, қайтадан осы банкілерімізге құйып, қақпақтарын жауып, арнайы банкі жабатын құрылғымен барлығын жақсылап бұрап шығамыз. Банкілерімізді теріс қаратып, үстінен жапқышпен, көрпемен жауып, бір күнге салқындағанша қойып қоямыз. Одан кейін салқын жерге апарып сақтай берсеңіздер болады. Компоттарды осы әдіспен жасап жүргеніме 4-5 жылдай болды. Өте сенімді әдіс. Ешқашан атылмай, қыста жақсы сақталады, дәмі де, түсі де ерекше болып шықты. Құрметті оқырмандарым, видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Алда көптеген жақсы видеолар шығады. Күтіңіздер, каналыма тіркеліп, қолдап кетіңіздер. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдырып кетіңіз.